Өткен жылғы санақ бойынша еліміздегі 30 жастан асқан бойдақтар қатары 790 мыңға жеткен. Ал шетелдік ғалымдар болса, жалғыз өмір сүру адам денсаулығына кері әсерін тигізеді дейді. Армысыздар, бұл шынайы тақырып бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, Бағила Шаяхмет. Алло, саламатсыз ба Таңшолпан? Мен ТВК телеарнасынан шынайы тақырып бағдарламасына сізді шақырайын деген едік. Сізден сұхбат алып. Қоғамда жасы 30-ға таяған жігіттердің үйленбей жүруінің себебін сұрасаңыз, олар сан қилы сылтау тауып, бірі жақсы қыз жоқ десе, енді бірі отбасы жағдайының келмейтіндігін айтып ақталады. Ал орта жастағы тұрмыс құрмаған қыздардың басым көпшілігі болса, жұмыс бабымен жүріп, отбасылық өмірді есінен шығаратыны көптен кездеседі. Рахатқа 500 теңге. Көрсеш мен бар, сұрыс отырмын. Ғаламторды ақтарып қарасаңыз, танысып отбасын құрамын деген бойдақтар көп-ақ, бірақ нәтижесі көзге көрінбейді. Сәлем қыздар. Отбасын құрғысы келетін қыздар бар ма? Өзім Алматыдамын, қазір Астанада тұрамын. Жасым 29-да. Жасым 44-те, бұрын тұрмыста болмағанмын. Арада бала жоқ. Отбасы құру мақсатында таныстым келеді. Жеңіл ойлар мазаламауын өтінемін. Бәріңе сәлем. Менің 74-ші жылғы апам бар. Тұрмыс құрмаған. Тұрмыс құрып отбасылы болғысы келеді. Жасым 34-те, Қарағанды қаласында тұрамын. Бұрын тұрмыста болмағанмын. Балам жоқ. Жасы 33-37 аралығында ішімдік ішпейтін, жаны таза, бұрын үйленбеген болса, тұрақты жері жұмысы бар азаматпен танысамын. Қыздардың айтылатын сылтаулары 70% өзім аяққа тұрып алайын, кейін тұрмысқа шығамын. Қазіргі қыздардың талаптары да жоғарлаған, таныстырып, кездестіріп жатса, талғамыма сай келмейді дейді. Ал бұрынғы заманда қалай болған? Ата-анасының көңілінен шыққан жігітке тұрмысқа шығасын десе, ата-анасына қарсы келе алмаған. Қоғамның бас ауыртатын дертіне айналып бара жатқан бойдақтар мәселесі үкіметте талқыланып, қазіргінің әзіл-сықақ театрлары болса, бұл проблеманы өздерінше сынға алып жатыр. Психологиялық тұрғыдан қарағанда, махаббат деген сөзді бар сөзбен жеткізуге де болады, жеткізбеуге де болады. Біз ата қазақ жігіттерге үгіліп отырмыз дейміз. Мәселеге қырсыз жігіт мал таппас, қырсыққан қыз бай таппас. Жоқ, тереңірек айтыңызшы, махаббат бар ма, жоқ па? Махаббат барға бар, жоққа жоқ, бар болса бар, жоқ болса жоқ. Ата-анамыз танысатын, одан кейін барып біз танысатынбыз. Мынаны қара. Я, бұл алшы болса да шындық. Кезінде бойдақ қайныларын үйлендіру жеңгелеріне жүктілсе, бүгінде сол жеңгелердің орнын ғаламтор басып отыр. Оған азаматтық некені қосыңыз. Әрине, бұл батыстан келген дәстүр екені белгілі, бірақ біздің салтымызға қарама қайшы әрекет. Енді бұл жағдайға қатысты қоғамның пікірін біліп көрейік. Өзіне ұнайтын
жұбайын таба алмай жүрген шығар ма? Тапшылықтың заманның несі жетіспеушілігінің қымбатшылықтың бәрін осы немізден келіп жатқан қымбатшылықтың соның салдарынан болып жатыр. Ең бірінші себептердің бірі мынау экономикалық біздің жағдай. Өйткені жастар, мысалы мен өзімді келтіретін болсам, үйлену деген өзі оңай қадам емес. Ол өмірдегі бір-ақ рет болатын жағдайлардың бірі. Сол үшін адам оған толық дайын болып келу керек. Әрине, бұл қоғамның пікірі, ал бұл жөнінде психолог мамандар не дейтінін тыңдайық. Психикалық ауытқулар енді болады деп нақты айта алмаймын, бірақ уақыт өте келе болады. Гормондық жүйелерге байланысты уақыт өте келе болады. Психикалық ауытқулар, мінез құлықтары өзгере бастайды. Яғни өзіне сезілмейді, сол үшін арнайы психологтан кеңес алып, өздерінің өмір жолына қадам басуға жақсы болар еді, егер солай болса. Жігіттер жағынан әсер ме? Жігіттер жағына да солай. Психикасына өте қатты әсер етеді. Олар күйгелектік, мазасыздық, депрессияға көп ұшырауына байланысты үйленбей жатқан себебі де соған байланысты. Иә, психологтар осылай деп дабыл қағып жатыр. Енді осы тұрғыда діни қызметкерлердің пікіріне құлақ салайық. Қазіргі уақытта мынау жастарымыздың, соның ішіндегі ұл өсіріп, қыз өсіріп отырған ата-ананың олардың тәрбиесіне көп көңіл бөлу керек болып тұрған заманда өмір сүріп отырмыз. Соның ішінде бой жеткен қызын тезірек жақсы бір отбасыға, ибалы инабатты отбасыға ұзатып, немесе ер жетіп отырған баласы болса, оны ертерек үйлендіріп, үйлі жайлы қылып, пайғамбарымыздың хадисіне орай Аллах тағаланың әмірін, бұйрығын орындау керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда 30 жастан жоғары деп 30% айта аламыз. 100% қылып алсақ, біз 15 майдан бері уже біз Абайский районға бөліндік. Одан бері 670 парды тіркедік. Соның ішінде 30% 30 жастан үлкен пара деп айта аламыз. 30 жастағы мысалы ер кісі болып тұрса, 18-20 жастағы қыз алып тұрады. Сіз Сіздің жүрмейтін жеріңіз жоқ айтыр. Иә. Қайда барсам да қорқыттың көрінеді ғой. Айтқан әңгімесін қарай. Иә. Қазіргі жігіттердің барлығы қыздардың машинасы бар ма, көлігі бар ма дейді. Жалпы қазіргі уақытта бір нағыз жігітті табудың өзі қиын. Бәрі мінездері қыз сияқты болып кетеді, майысып жүреді, жұмыс істегісі келмейді. Осы бір кемшіліктерді негізі қыздардың бойынан көп кездесетін сияқты. Жаңағы жігіті бар ма, жаңағы оның машинасы бар ма, оның жұмысы бар ма, жаңағы банкте счеты бар ма деген сияқты қазір әзілге айналып кетті ғой. Сондықтан қазір бір жақсы ойдағы қызды кездестіру қиын. Қалайша жоқ, қалайша кездестіру қиын. Қазіргі уақытта қыздардың барлығы жақсы. Тек жігіттердің өздері бір жігіттердің өздерінің бір талғамы төмендеу ма, сондай көзқарастары өзгеріп кеткен. Талғамы төмен деп айта алмаймын, себебі сол төмен талғам болса да, сол талғамға сай келетін қыз таба алмай жүрген жоқпыз ба? Сол таппай жүрсіздер ғой. Жақсы жігіт жоқ дейді. Жүр емеспіз бе? Көлік бар, Құдайға шүкір, жұмыс бар. Сіз бе жақсы жігіт? Күлкімді келтірмеңізші. Несі бар? Ал енді мен сізді айта алмасам жақсы қыз деп. Жоқ, мен жақсы қызмын. Себебі менің жұмысым бар, өзімнің үйім бар. Онда тұрған не бар екен? Сонда да болса айтайын, ойыңыздан бір өзіңізге тартатын бір қасиетті байқадым. Мүмкін, менің бойымда жақсы қасиеттер көп негізі. Қайдан ба арасында ұнамайтындарды кездесіп қалады екен? Иә, адамның бәріне бірге жағу қиын. Ал мүмкін, басы қатты болса, аяғы тәтті болар. Иә, бекер айтылмаған ау деймін де. Жарайды онда. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Бағила Шаяхмет. Келесі шығармаларымызда жүздескенше сау саламатта болыңыздар.